Біз Балқаштамыз. Балқаштың мынау шұжығы қараңыз. Арғындардың еті ғой мынау. Шұжық. Мынау оңтүстікті білмейді бұны. Негізі солтүстіктікі. Мынау қазы. Мынау жаяс. Белдемесі өзім. Ана жақта нұрлап кесіп жатыр. Машалла. Жілік мұны. Жілік. Қазір бізге береді мәркен. Ас болсын. Ас болсын. Кім сразу сорпамайды, пока тамаша сорпа. Мен сорпа. Бұл жақтың құрты ғанада оңтүстіктегідей қатық емес, бұл жақтың құртын қайнап жасайды. Енді қараңыз. Мұны жал. Мұны қарта. Мұны ет. Қазір асату деген нәрсені мен сізге көзім. Қонаққа ма? Не қайда? Мұнау шұжық. Бұл жылқының етін турап-турап шұжық жасайды. Бұл бөлек. Енді қазы қайда? Қазы беріңдерші. Мұнау ма? Қазы бар мұның үшеде. Асына еріп бітті ма? Жоқ, Ерлан мен Алтынбек жеп отырған жан. Одан тауып пысады ғой. Қазы тауып. Сіз жаңа... Ежен бәрін көріп пе? Мені қазына жатырмын. Оққан сияқты ма? Міне қазы. Енді осыны асатам. Асату өз-өзіме асатам енді. Ей, Мен басап қойдым. Ал, бісміллә. Ясик кемінде отыр? Жоқ. Ясик төрге шығанда. Май қылшы ішке. Отырайыз мен басқан. Орта отырғанда. Не жатасың? Тұрғаныз? Что-то сен туралы жақсы нәрсе естімей жатырмын ғой, Ясик. Не, сөзім жоқ. Настолько изысканный. Дәм, арқаның етіне жесе ет жоқ бар ғой. Оның ішіне сарығым деп қойсаңызшы. Пиязбен аласында. Сосын сорпаны запивать етесің. Арқа действительно дәлелдеген ғой ет жағын. Братан, кеп берші, қазір мен өзім айта берем. Мақтанып отыр. Мен мақтай берейін, не? Асал тістеу, итеру десеңізші. Асадыңыз, тістедіңіз соң итеріп жібердіңіз ол сорпамен, де? Арқаға келсеңіз, етті осылай дайындайды бұлар, машалла. Алла разы болсын. Балқашта бірінші күн таң намазынан кейін тұрып, дайындалып жатырмыз. Полный амбундировка. Барлығы бар. Ана жерде прицепке қазір көмір, почти 10 қап көмір аламыз. Тазы жатыр. Иншалла. Сарғым деген жерге барамыз, Сарғымға. 2 Нива, Шевроле и 5 жігіт. Сонымен 2 күнге иншалла. Ал, кеттік. Көмір бәрін тиедік. Жем бар. Дайымыз ба, Ереке? Дайымыз ба? Дайымыз. Что там, Алтеке? Ереке, қалайсың? Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Майласын енді бұйырса. Алла қаласа Арекен қонаққа келдім, қош келдім. Кешке бір жақсы видео. Иншалла әдемі ашылып болады. Ерекең, Ержан, Ерлан деген бауырлармен бәріміз YouTube-қа контент жасап жатырмыз. Жалпы Балқашта 2 күн охота, ана мынау бәрінің үстімізде. Ашылық Алла қаласа. Ал енді бензин туда-сюда. $181. Көбісі сұрайды, Балқашқа постоянно келесі бе, немесе сен Балқаштың жігітісің бе? Жоқ, мен Павлодардың жігітімін. Балқашта менің достарым тұрады, арғын жігіттер. Балқашқа жалпы мен 2 рет келем жылына. Обязательно. Қыста және жазда. Жазда Балқаштың көліне келем, ал қыста мен аңшылыққа келем. Қашақы бауырлармен, машалла. Қазір жанармайды толтырып аламыз да. Айдайып кетеміз. Жай келдің бе бізге, брат? Мен сіздерді сағынып келдім. Мен сіздерді көп болды көрмегелі. Сағынышпен. Анау Қарағандыда 1000-мен келдім ғой сіздерге. 1000-мен ба? Иә, негізі 23 күні келіскенбіз кездесуге. Мен 22-сі келіп алдым, бір тәулік бұрын. Арекең сағынғанда. Қазақ айтады. Ерланды, Ержанды. Қазақ айтады. Қыз деген бұрымды болады, жігіт деген мұрынды болады. О, міне. Бұл әкемнен қалған мұрын ғой. Әкем де Аллаға шүкір.
әкемнің бүкіл таныстары, бұрынғы замандастарын бәрі мұрнынан таниды. Ей, мынау Мұқажанның баласы ғой, мұрнынан ұстайды. Мынау Мұқажанның баласы ғой. Сейді бұрын жетіп тұрған жоқ. Рацияны алып жолға шықтық енді бір-бірімізбен сөйлесу үшін. Рация керек осындай жағдайда. Естілді ме, нормально ма? Иә, естілді. Қайсы басады? Ана? Мынау үстіңгісі. Ереке естіп тұрсың ба? Қарда, бүркітке жауап бер. Біз қанша километр жерге бара жатырмыз, Ержан? 90 шақырым ғой, 90. 90? Иә, қаладан 90 шақырым. Ол жерге 2 жол бар. Мына темір жолдың бойымен баратын болсақ 80 болады, 80-ге жетпейді. Біз қазір кішкене айналма жолмен барамыз. Өйткені биыл Аллахтың қалауымен қар өте қалың түсті ғой. Қазір далада жүріс өте қиын. Сондықтан бізге күрелген жерлер бар, ана жол тазартқан жерлер, сол жерлермен барамыз. Так что 90 километр жерде кетіп бара жатырмыз Балқаштан. Иншалла сол жақта 2 күн съемка болады. Жігіттер. Сөйтейік, еле 9 арқылы бара саламыз ба? Науменде бар болады, 9-менде. Науменде бар еді, давай. Көкден бағ арқылы барамыз онда. Сарығым. Сарығымға келдік. Ары қарай қанша километр жүргелі? 13 километр. Даламен қырында. Даламен қырмен 13 километр жүреміз әлі. Жол жоқ. Жетеміз Аллаға. Сары құм деп аталатын себебі мына жақта не ғой? Құм ғой барлығы жер. Ана трактор. Че там? Қалайсыңдар жігіттер? Алхамдулиллах, жақсымыз. Ассалаумағалейкум. Қанша километр жүріп келдік біз? Осы жерге дейін 86 километр болады заправкадан. Көш? Солай ма? Ары қарай? Енді 12 километр ғой. Алла қаласа. Короче, мынаның бәрін разгружать ету керек. Нива уже күші келмей жатыр. Оңға көмір бар. Тағы да басқа бар. Қар қатып қалған мына жерде. Қатқан қар. Бесполезно. Қоянның ізі. Мынанда түсіру керек. Бесполезно, да? Ниван күші жетпей жатыр. Не істейін керек? Разгрузить надо на жерде. Короче, ақылдасып решили. Ана Шевролеге илетін болып, мынаны. Нормально болса соған тартып көрсін. Жол жоқ. Прямо ойла бісірді. Өзінің ізінен қайсы. Міне біз қыстаққа келдік. Мынау біздің қыстағымыз алыстан көрініп тұр. Қазір жетеміз иншалла. Мә, Субханалла, келдік. Ереке жігітсің. Ерлан деген жігіт. Красавчик. Өзіміз көзбен көрдік енді. Прицеппен омбыға аралап мына жерге келуге страшно ғой. Нормально ма? Не, сцепление.
сцепление жанатындай не нагрузка ғой. Сцепление күйіп кетеме деп қорықтық қой. Жоқ. Мынау міне қыстақ. Ал мынау жерде қора бар, жылқылар бар бізде. Қанша бір үйір жылқы бар, Ержан? Мына жерде ме? Жалпы жоқ. Жоқ, 2. 2 үйір, неше қой бар? 100 шақты ғой. 100 шақты қой бар. Машалла. Мына жақта қыстақта бізде свет болады міндетті түрде. Өйткені мынандай күн сәулесінен қуат алатын бізде электричество бар, альхамдулилlah. Жылқыға келдік. Жылқылар. Ерігіп жүрген жоқпын ба nerede? Ұрсып жатыр. Жылқыларын көріп келді. Ne var жылқы тұрда işte. Ереке, мына жерде бір үйір далада жүр, я? Бір үйір далада жүр ма? Далада, я. Бір үйір далада екен. Вот же. Сарыарқа деген осы. Сарыарқаның жылқылары осы жақтар. Ереке, қалай? Alhamdulillah жақсы. Жақсы еттіге? Күшті, тамаша. Машалла. Ал намаз оқиын. Мына жаққа кезек қыстаққа. Жылқы ауыр қыпты. Бір ауыр болады жылқыларда әртүрлі. Сөйтіп система салдық. Әйтеуір не істемедік жылқыға. Бүкіл амалын жасадық. Жүріп кетті жылқы, өліп қалды. Жазым ғой енді, қайыр енді. Әр нәрсе қайыр бар. Шығынсыз кіріс болмайды дейді қазақ. Мен көрсетейін дегем жылқыны. Сосын аядым көрсеткім келмеді тағы. Кеткен кетті ғой. Келе сала осындай әңгіме болды. Ержан екен. Воздушный фильтр дай бастайын деді. Қарасақ таза екен. Бұл айтты, негізі айтты, бірақ басқа жұмыстар, гранатаның пыльнігін көріп қалды. Я, сол қазды. Бізді нетіп жүрген. Анау неге барды? СТО-ға барды. Мен арға ет жеу кеттім көніге. Магазинге бар көріп болды, ондай, короче. Анам ет аспайды екен. Біз оны жасайын деп жатқанбыз, точно. Біз қалай көріп қалдық оны? Я балығын бүгін жібейді ма, жібемейді сияқты ғана балық. Жібейді ғой. Балықтың ет емес. Қазір бұқыр атамыз бірдеме. Балықтың республика. Байқамайды. Балықты қуыратын шеф-повар бар мен. Ареке деген. Өзіміз анау Алматыдан шақыртып аламыз. Арнайы. Ұйқынғанды балты екен. Причем здесь ұйқы десешім, сен балық туралы әңгіме айтып отыр едің. Жыбырлайық онда, тез-тез. Балық етсін, ерсін кішкене. Басқа бірдеме шашып жейін. Жоқ, балық жей. Балық жей алмайсың. Бір тамақ жетеді ғой. Ешім бәрі. Тамақ Бізде Уқа шықпай ма не? Бізде балқашскиларда балық суда табу керек еді да. Сол кезде уқа болады. Суда болған жоқ қой лешіп болды. Болды, ар жағында болды. Басқа орыс ел болды ғой. Не алмады ғой. Сендер сазан ғана ауладыңдар ма не? Біз сазан ғана ала салдық, болды. Айдың ашқындар болсанда? Сендердің қармақтарыңа заказын түседі екен аға? Көрдің бе? Менікі мына жағында дөу ғой. Конечно. Менікі мужик болып кеткен ғой. Есей кеткен ғой аяғында. Бәріне ауыздан кеткен болсын да? Ереке. Түрі да. Мұрат, ертең қоянға барамыз ба? Иә. Рұқсат бар ма негізі? Қоянға әрине рұқсат. Қаруға бәріне рұқсат керек қазір. Мынандай Негізі ол қиын ба или оңай алу? алуға болады. Қазір Қатты проблема емес қой? қатты проблема емес. Қазір ЕГОФ арқылы барлық құжаттарды рәсімдеуге болады. Қойшы? Иә, мынандай аңшының куәлігі деген болады. Осындай болады. Содан кейін мынандай куәліктер болады. Оның бәрі республика Қазақстан дейді мынандай. Психдиспансер, сонда невропатолог. Соның бәрін өтеміз, иә. Қаруды алу үшін соның бәрін өтіп, құжаттар жинайсың. 23 жылға мін погашено бәрі жаңағыдай. Рұқсат беріледі, мынау қарудың рұқсаты мынау. Қаруға беріледі. Және де міне қоянға мен енді
үштен әрбір жерге 6 қоян ала салдым. Жақын территория. Осындай мөрімен бәрімен. Сол жақын территория, 2 территория біріне бір жақын. Енді 3 қояннан артық қоян енді. Күшті. Көп болады, Сол. Қатты бір күрделі емес қой. Күрделі емес, Рахат деген бауырымыз сазан тазалады. Рахат на рахате. Балқаштың балығы, Жақсылар жақсымын деп айта алмайды. Жамандар жақсымын деп айқайлайды. Жүрген сон бауырында күнде көріп, таулардың биіктігі байқалмайды. Қыздар бұлыбыл жігіттерді өтіп барат мына өмір. Осылай неге айтасың ба заманда? Балқаштың сазаны жарты етеміз, иншалла. Желбезектерін алу керек. Жарты етеміз, иншалла. Қоянға келіп балық деп отқан қалай болды, Ертең жейміз қоянды. Байлап қойған қояндар болған жақта. Соларда. Иншалла. Балқаштың фишкасы балық қой негізі. Осы қазақты сақтап қалған ашаршылықта Балқаштың төңірегі, Балқаштың көлі, Балқаштың балығы деп бекер айтпайды. Менің нағашы әжем Айша апам айтатын. Олар арғындардың қара кесектерді, сол жақта, осы жақта жүрген кезде әкем келе жатты. Мен дейді кішкентай әкемнің қолындамын, артынан 2 сіңілдерім келе жатыр. Екеуі де құлады, өлді деді. Әкем кейін өлді. Сол тағы бір сіңілім бар екен, олар кейін детдомға апарып тастады. Осы Балқаштың балығы мені сақтап қалды деді ғой, Алланың қалауымен. Өйткені сондай бір ашаршылық кезі болды, Голощекиннің оңбаған. Алла жазасын берер. Осылардың себебін, бірақ осы Балқаштың балын қазір бізден беймарал жеп жатырмыз ғой. Сол кезде қазаққа осының біз қазір қабығын аршып лақтырып жатырмыз ғой. Желбезегін лақтырып жатырмыз. Бірақ қазақ сол кезде соның бәрін осын лақтырмай жейді ғой бәрін. Алла шүкір. Қазір осын дайындаймыз. Иншалла сосын жейміз. Желбезектерін алып тастайық. Анау менің даусым ба? Десең. Ассалаумағалейкум. Өйде! Кім айтып отыр оны Байекеңнің өлеңін, ә? Так, дайын. Өзім не кім келеді, өзім балықты жақсы көрем. Қатқан балықты пісірген жақсы негізі. Тоже свежий болғаны. Так. Шорабек Айдаров деген ағамыз бар. Кезінде бірге істегенбіз. Так дегеннен орыс екенін біліп қойсын дейді.
ойлаңыздар. Осыны тұза жібереміз былай. Жарты етеміз. Болады ғой. Қырда ешкім жоқ, жалғыз өзіміз. Солың ішінде батареямен балық жарты етейін деп жатырмыз иншалла. Кешкі сағат 8-ге айтпақшы. Құптан намазын оқып алдық. Алла қабыл етсін. Біреулер бас жемейді. Біз бас жемейді, басты жақсы көрем. Басынан бастап мүжейсің ғой. Бас деген керемет нәрсе. Съездил вправо. Бас дәмді айтшы, Нұрлат. Бас деген керемет қой. Басы істесе осы қазанда жата ма бұл балық? Басы керемет тәтті болсын. Желбезектен алып тастаңыздар ғой, Балық тазалаудың қаш жері екенсіз ғой, Ареке? Не учи ученого. Учи копченого. Қалай, балық нормально тазайын ба? Мен енді ертістің жағасында өстім ғой. Ертістің жағасында, Керекуді, балықтың отанында. Балқаштың жағасында өскенде сол. Күмәнданамыз да ма? Алматыда жүрген соң Алматы тауда өстім деп ойласақ, тауда өскен бала деп ойлап жүрміз ғой біз. Павлодарскийміз ғой. Иә, өтеміз Ақсуский екенбіз. Ақсуский, Павлодарский. Беловодный, да? Беловодный деген не ол? Ақсу. Ақсу, е, Беловодный. Қарсы алып отырмын. Ну как в Чукотке, короче. Бұл тек таза жуынуға ғой. Тап-таза қар бұл жерде. Самый наилучший тап-таза. Қар жеуге болады, білесіздер ме? Міне, жабамыз. Бұл таза жуынуға арналған. Ана мынауға. Ал енді балықты бастаймыз. Біз білесіз ме қалай тексереміз? Негізі әркім әртүрлі тексереді, мен осылай тексеремін. Это называется сумен. Біреулер ши салады, әртүрлі, мен олай істемеймін. Тұздадық, тұздап енді ұндаймыз. Бисмилля. Жалпы мен өзім бар ғой, өте жақсы көрем тамақ пісірген. Бізде енді қатын болғаннан кейін өзі пісіре береді ғой тамақты. Бірақ мен өзім анда-санда үйде қазан ошағымда палау жасап дайындайтын кездерім болады, тамақ пісіріп. Балқаштың балығы. Өзім қонақ болып келіп, балық ашықтарға балық пісірген қалай кетті. Alhamdulillah. Ждем. Примерно осындай балыққа ары бері былай 5 минут, былай 5 минут жетеді. Жаңағы котяра бар. Күшті. Хулиган. Балық жегісі кетті ғой, балық жегісі. Мұндай жерде мысық міндетті түрде керек. Шыққан егеу құйрықтар бар. Соларды ұстау үшін. Мысықсыз болу мүмкін емес мына жақта. Ит, мысық. Көреді ме? Ерекенің салтанат бар ғой, соны айтып берші. Қазір ойлайық.
бар екен. Пісіп қалды. Иншалла. Бисмилла. Қисыр саған белгілі ғой болды. Демалым. Балыққа тоймайтын мысыр екендір. Кетейік. Ал енді барлығын осылай пісіреміз енді, иншалла. Пробасын көрейік мына. Бисмилла. Машалла. Beğendim. Свежий балық деген осы. Қазан ошақтың жанында жүргендерге тамақшындар деп айту бесполезно олар. Бізде мына жерде свет өшіп қалды. Ештеңе, бисмилла. На скорую руку. Так. Сар маймен кәдімгідей жасап қоймыз. Мынау икра. Ана жақта бас пісіп жатыр. Кішкене суға бұқтырып жатырмын да басты. Балқын көкөс дегеніміз. Қалдықтары. Ал. Бисмилла, кеттік. Ал, жігіттер. Бұлағы күткенске осындай болады. Алматылықтар осылай күтпейсіңдер ма? Дұрыс, өстік. Алматылықтар қонақ болып келіп, балқаштар өздерін балқашты күтеді. Ұят? Ал? Ас болсын. Өздері төр көтеріп алған дейсің, жоғары шықты. Міне ал кетті. Ас болсын. Ғажап қой мынау. Бүгін Машалла. Бүгін Арекеңнің балығын жейміз. Алабаса ертең Нұрлаттың қоян құрдағын жейміз. Сармай мен рожки. Рожки күнде жемейсің ғой? Сүйсіп пияр. Жылқының қауыртасы. Машалла. Қалай жігіттер? Керемет. Икра ғой деймін. Бәрі осы күшті. Бізде екінші күн. Охота и рыбалка. Жерден келеді. Иншалла. Жігіттер сақадай сай. Қарамыз иншалла. Ассалаумалейкум. Кеттік па? Кеттік. Сен дайынбыз. Бұны кеше шүкер сасан қат қояқты ғой? Қазір көріңіз. Қалай? Генератор заряд бермепті ғой кеше. Нормально істедіңдер ғой, Жақсы. Защитка ше, Аман защитка. есен жетсек болды, Защитка. Защитка істедің ба? Иә. Жол жоқ, короче. Қар қалың. Қар қалың, қатқаған. УАЗик патриот жол жасаған соң Калияға кіре алмайды. Ниваға кетіп баратырмыз. Мынандай қар Балқашта жаумаған ғой. Бірінші топ. Страшно. Екі топ бал. Очень страшно. Ниваның ремені үзілді. Генераторын қалды. Қырдың. Артында ма? Мына оң жағында жатыр ғой. Ау. Ассалаумалейкум. Ничего не буду говорить. Досым ғой, досым туралы жаман нәрсе айта алмаймын ғой. Не айтайын ба? Ол техника ғой.
техника қандай да бір жағдайда бұзылып қала береді, істен шығып қалады. Сол себептен оған уайымдамау керек. Бәрі жақсы болады. Әр нәрсенің артынан қайыры бар дейсің ғой. Әлбетте. Вот так. Біз Руслан деген бауырымыздың қыстағына келдік. Жаққа келсек, бұл жақта түйе сойып отыр екен. Қазір сіздерге көрсетейін түйені қалай сойып жатқан. Бұл жақта бар ғой, қоянның ата бабасы қойып шықты. Қоян деген көп жаңа келе жатқан кезде. Трап қашады ғой кәдімгі. Түйені көрсетейін. Ассалаумалейкум. Мен бір түйені сойыпты. Түйені сойды. Maşallah iyi kırkış tüye ekan. Mana жерде. Bir tüyen soyunda. Tüyeler әдемі. Арабтар осы екі өркеш түйені көргенімізді таң қалады ғой. Олар да бір өркешті ғой. Бізде екі өркешті. Бұны мініске жақсы ғой. Түйенің табанları же. Табанынан да өркеш қатты келмей. Май. Қалық. Қордақтың көкесі түйе сойғанда көресің демекші. Ақ түйен сойында. Әнема түйен әдемісіне. Так, жалко. Түйенің астында, төсінде осындай болады. Қатта. Осымен басады ғой біреуді. Керек болса осымен жатады. Түйе сойып ұстағансың ғой. Ойбай. Әрен қашып тұлдың ғой. Жығатты. Ойбай қасты. Әмі, ұрысты. Ой, құладым. Ой, машалла. Басысты. Мен түйен сойған бірінші тойым болдым. Если че, затушуем, да? Мына Қалқан деген әнші бала. Қане? Әжігітті? Иә. Екі жерден тіледі мойынды түйені. Болды. Біз екі жақтан тілеміз ғой, арабтар тек қана төс жағын тіледі, болды. Кімді көрмәді? Солай қалса жатайыз ғой. Солай жақсы алайын. Атауын. Енді амандасып отырмыз. Түйені дұрыстап жатқызды. Қыбыла қарай қаратты. Енді қазір сояды Алла қаласа. Түйен сатасыздар ғой, етіне? Алда, баталья жүрдім. Жоқ өздерін дейтіндер. Соғым ғой, сүйгін болсын. Әмин. Бас аман ден сау болсын. Аллах акбар. Алғашқы Ереке қалай? осы жақтан. Жақсы. Көрдің болсын, мен бірінші рет көріп тұрмын. Көрімдік деші. Сен көрдің бе? Иә, көрдім. Сен шындар ғой? Көрдім мен. Мен бірінші рет көріп тұрмын. Бұлардан да шөктіріп сояды дейді. Жаңағыдай Жоқ, анандай отырғызып шөктіріп, шөктіре ме? Иә. Ана баяғы жатқызбайды. Бірінші түйе.
Bası мен мойны бөлек. Не істейсіздер? Отырғызасыздар ма? Енді шөктіреді. Шөктіреді. Енді осы соядан. Вот это зрелище. Қалай бұш? Сен тоже бірінші рет, да? Бірінші рет көріп отырмын. Мына қызық екен, жатқызбай осылай тұрғызып. Өткен өркеші бар ғой? Данияр деген бауырымыз түйе сойып жүр. Бура кетіп қалды, бураны. Түйені осылай шөктіріп сойып. Жаңа аузы көп отқан ба, бура? Так, жүріп кете өшешсің. Анда өркешін алып тастағаннан кейін аударасыңдар ғой? Түйенің етінің килограммы 1500-1600 солай тұрады екен. Жылқы, сиырдан, қойдан арзан. Неге екен білмеймін, әйтеуір сондай. Төбет, қалайсың? Көзін шығарып отыр. Өркеште де көрді ме? Қазір. Қайсы өркеш? Сүйіктер томырда екені. Өркеш. Анды паршалап жатыр. Қат-қатты, е? Сиыр десек қат қалады екен, е? Uzaktın ülkesin diye soyamıyoruz. Böylesinde nasıl oluyor? Bu da kazı bola mı? Ha? Bola değil mi? Жылқының değil. Arka жағынан келеді. Мықты қарау. Мықты. Қалай жік-жігіне қалай тигізіп жатсың? Примерно ғой. Бастыру. Жобамен. Маған мысалы пышақ өтпей көрді. Аха. Маған. Анау нелер ғой оның. Бастыру. Сөз. Анда аяғын тоже жейді. Сирақтарың ба? Онда тиесін sıkılattı. Табандары дәмді болады дейді. Май табан дейді. Шытырлай. Бурдақтың көпірсін түйе сойғанда көресінен қалсы ғой. Еті күшті. Оқуында намазда, мен оқуында. Намаз оқиық. Нұрлат. Кеттік. Намаз оқиық. Терге кеше мен балық істедім. Бүгін мен оларға палау жасадым. Қалай кетті? Мықты етіп мықты. Айтпақшы қоян ұстадық қой, көрдіңіздер ғой. Қоян құрдақ ертең жатыр. Арекеңді аспаз шығып болады осында. Алып кеп. Өтудемін. Аспазшы. Аспазшы деген повариха ғой, е? Бісміллә. Еттердің бәрі аралас. Қолымды кетіп. Кел аға тамақшылайық. Ал отырды. Бисмиллахиррахманиррахим. Шайнек әкеліп беріңдер. Ас болсын. Давай. Ас болсын, ас болсын. Ал бісміллә. Басандар. Мадын ардақ. Мадын ардақ. Тамаша.
Құда отыр. Құда. Мен сүйегі бар. Бисмиллахиррахманиррахим. Сен сегодня кім заслужил ереке? еңбегің мол. Ай, жуал болмайды. Давай. Тамаша. Арекеңнің бастауымен жасалған. Жылқы етінен ғой, жылқы етінен. Тәтекен. Керемет. Қалай, нормально ма ереке? Нормально ма? Күшті дәмдеген масқара. Зың. Суығында суықта келіп жылқының етінен. Қоям. Арекен дейгіздір. Мұны. Уқты ауыр екен. Вот наш трофей. Ой. Бауыздалды. Әдемі. Ор қоян бұны, Көкше қоян. Көкше қоян. Машалла. Мне что и требовалось доказать. Алхамдулилlah. Ағайын, біз Ержан деген бауырымыздың үйіндеміз. Уже соңғы штрихтар қалды біздің хабарымызда. Мына құйып жатқан таза Жаңарқаның қымызы. Ерлан деген бауырымыз Жаңарқаның жігіті ғой, досымыз. Сол досымыздың ар жақта бір бауырлары бар. Сол Бөгенбай деген бір жігіт бар екен. Шын мәнінде жаңа фотографиясын көрдік. Атына зат сай Бөгенбайда екен. Анау Дарабоз деген кітапты оқысаңыз, жау қазақтың әскеріне қараған кезде бүйтіп келе жатады дейді. Қазақтың әскері. Сосын бір дөмпешік көтеріледі дейді, кетіп бара тағы бір дөмпешік көтеріледі. Сөйтсе анау Бөгенбай, мынау Қабанбай деп алыстан солай көрінеді екен. Кітапты оқыса содан байқалады. Соны айтайын дегені мынау Жаңарқаның қымызы, оның алдында осы хабарды айтып едік қой, иншалла. Жаңарқаның қымыз туралы отдельно бір бөлек бір хабар түсіреміз. Сол Бөгенбай деген бауырымыз, Ардақ ағамыз Балқашқа келді, Ереке, Ерлан аға, Арекеңе осы қымызды беріп жіберші, дәмін татсын деп, сондай бір қымызды беріп жіберді, жаңа келді. Түнгі сағат 12 қазір. Біз қымыз ішіп жатырмыз қазақ. Қазақпыз ғой. Мына қазақ мына қымызды ішкен кезде мен өз біреулер мысалы сораптап ішеді ғой. Мен ондайды аса ұнатпаймын. Мен қымызды аударып ішемін. Немесе батысша айтсақ, Ақтөбеде әсіресе қотарып ішеді дейді. Сонымен аударып ішсем. Бөгенбай бауырым, Алла разы болсын, қазақ елі қымызды көп ішейік, қымызда шипа бар, жалпы ақ ішкен жақсы. Бисмилла. Ереке, мына қымыз енді айта алмайым. Мынау керемет қымыз ғой, машалла. Иншалла точно түсіремін мен мына қымыз туралы. Жаңарқаның қымыз туралы хабарды күтіңіздер ағайын. Алла қаласа жазда амандық болса біз түсіреміз. Мына қымыз. Мынау қысқы қымыз. Қысқы қымыз. Алла қаласа жазғы қымыз, оның дәмі вообще бөлек болады. Көктемнің қымызы, жаздың қымызы енді керемет, майы сыртына құлпырып шыға келеді. Иншалла осындай қымыздар ішуге нәсіп етсін барша қазақ еліне. Мына керемет, енді баптауы бөлек Жаңарқаның қымызы. Алла разы болсын. Жігіттер, рахмет көп-көп. Осы сіздердің қымыздарыңызды осы хабардың ішіне әдейі кіргізіп отырмын. Адамдар көрсін, білсін деп. Иншалла. Алла разы. Ереке, рахмет көп-көп. Ас болсын жігіттер. Әмин.